Сәлем достар, шоколадты карамельді рулет жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен қара шоколадты өлшеп аламыз, оның үстіне бірінші сливкімізді құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Яғни 2 минуттай өтті менде. Енді блендермен еземіз. Жақсылап езіп болғаннан кейін екінші сливкімізді құямыз. Және тағы да блендермен езетін боламыз. Дайын болған массамызды холодильникке бетін жауып 8 сағатқа қойып қоямыз. Бұл взбитый ганаш, яғни креміміз. Енді бисквитіне оралайық. 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстіне қант, ванильный сахар, яғни бұларды бір жерге қоя тұрып, ұнды массамызды бір-біріне қосып алайық. Ұн, крахмал, разрыхлитель, какао 4-еуін араластырып қоямыз бір жерге. Енді осы жұмыртқамызды қант, ванильный сахар араласқан үшеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Ағарғанша, ұлғайғанша, есе ұлғаяды. Примерно 1 минуттан астам миксерлейтін боласыздар. Осылай көпіріп ағарғаннан кейін міндетті түрде електен, яғни ситадан өткізіңіздер ұнды массаны. Ұн бар, какао бар, крахмал бар, разрыхлитель бар бұл жерде. Сосын қозғаған кезде міндетті түрде астынан үстіне қарай лопатканың көмегімен жайлап қозғайсыздар. Өйткені массамыз, көтеріліп тұрған массамызды төмен түсіп қалмау керек. Соңында сүтті құямыз, тағы да кішкене араластырып жібереміз. Енді формочкамызды дайындайтын боламыз. 30-40 размерлі формочкамызға құямыз. Алдын ала қызып тұрған 150 градустағы қызып тұрған пешімізге 15 минут пісіріп алатын боламыз. Осылай жақсылап тегістеп алыңыздар. Пісіп шықты. Мінекей пісіп шыққанда ыстық күйінде формадан алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, кері аударамыз. Сосын осы ұзынша ретінде мен орап қойдым. Сіздер ұзынша немесе ені жағынан орасаңыздар да болады. Ыстық күйінде орайсыздар. Осылай ораған күйінде суы қажет. Енді жаңағы 8 сағат тұрған холодильниктегі взбитый ганашымызды алып, жақсылап қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Бұл бізде крем. Жақсылап миксерлейміз. Мінекей креміміз дайын, қоюланды. Енді суыды біздің бисквитіміз яғни. Енді суыған соң кремімізді тегістеп жайып шығамыз. Жақсылап тегістеп кремімізді жағып шыққаннан кейін қолмен емес, осы қағаздың көмегімен, пергамент қағаздың көмегімен осылай орап шығасыздар. Енді сыртын жақсылап орап 2-3 сағатқа холодильникке қойып қойыңыздар. Мінекей холодильниктен шықты. 2 шетін алып тастаймын, тегіс болу үшін. Кесіп аламын, және өз еріктеріңіз жіңішкелеп турасаңыздар да болады. Мен өлшеп алдым 12 штук шығу үшін. Осылай 10-12 штук шығу үшін кесіп шығып жатырмын. 2-3 сантиметр қалыңдығы. Өз еріктеріңіз жіңішкелеп кесіп қойсаңыздар да болады. Мінекей біздің рулетіміз дайын. Осылай бере берсеңіздер де болады. Мен сыртын шоколад жаққым келіп тұр. Ол үшін осылай шоколад өлшеп алдым да микроволновкада еріттім. Содан кейін барып сұйық май құйып араластырып жатырмын. Өлшемдердің барлығы видео астында жазылатын болады. Мінекей артылған шоколадты осылай үстіне сызып шықтым. Оформление ретінде. Өз еріктеріңіз әрине өте дәмді болып шығады. Тәтті, дәмді, нәзік, жұмсақ. Жасап көріңіздер.